Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге дәрігер невропатолог Ақжарқын Ситқазықызы. Бүгін балаларда тырысу не үшін пайда болады? Тырысу пайда болған кезде ата-ана не істеу керек? Осы жөнінде сөйлесетін боламыз. Алдымен мен каналыма тіркеліп, подписаться деген батырманы баса кетіңіз. Мен каналым даму үшін лайк басып, комментария білдіріп отырсаңыздар, үлкен маған көмек болар еді. Ал енді тырысу туралы сөйлесетін боламыз. Тырысу негізі балаларда көп жағдайларда фибрильді тырысу түрінде болады. Фибрильді тырысу дегеніміз ол баланың температурасы көтерілген кезде температураға нерв жүйесі толық жетілмегендіктен тырысу ретінде ағза реакция береді. Фибрильді тырысулар негізі 80-90% жағдайда баланың нерв жүйесі толығымен жетілгеннен кейін 5-7 жасқа келген кезде өздігінен қойып кетеді. Ал егер балада тырысу ұстамасы температурамен байланысты емес, нормальный фонда, ешқандай аурумен байланыссыз болатын болса, онда бұндай тырысулар кейбір эпилепсияның белгілері болуы мүмкін. Егер сіздерде фибрильді тырысу болатын болса, онда сіздер баланы лишний раз ауыртпауға тырысасыздар. Яғни вирусный инфекциямен ауырған адам болатын болса, контактқа жақындатқызбайсыздар. Баланың иммунитетін көтересіздер, жалаңаяқ жүргізесіздер, витаминдердің түрін бересіздер, анемиясы болса анемиясын емдейсіздер деген сияқты фибрильді тырысуды алдын алып отырасыздар. Ал егер сіздерде фибрильді емес, кәдімгідей нормальный фонда тырысу пайда болса, онда баланың басын міндетті түрде тексеру керек. Ең бірінші тексеру әдісі ол электроэнцефалография. Яғни баланың басын электроэнцефалография аппаратымен тексереміз. Бұл аппарат мидың ішінде эпилепсиялық активтілік бар ма, жоқ па, және бұл эпилепсиялық активтілік мидың қай бөлігінде орналасқандығын анықтайтын өте бізге үлкен көмек беретін әдіс. Екінші зерттеу әдісі ол МРТ, магниттік резонанстық томография. Магниттік резонанстық томография бізге көбінесе ошақты, очаговый эпилепсияның түрі болады, сол кезде үлкен көмек болады. Егер МРТ-да қандай да бір тек қана қан құйылу немесе бір очаг пайда болып, сол очагтан эпиактивтілік беріліп отырса, бұл очагты нейрохирургтар операциямен алып тастаған кезде балада эпилепсия тырысу ұстамасы ұстамауы мүмкін. Ал егер МРТ-да басы түгелмен таза, ешқандай жаңағыдай очаговый немесе ошақты өзгерістер жоқ болатын болса, онда электроэнцефалография әдісі арқылы дәрі-дәрмектер тағайындалады. Енді егер балаға тырысу нормальный фонда ұстама пайда болып, және де бұл кезде сізге эпилептологтың консультациясын алып, осы екі зерттеу әдісін тексеріп, сіздерде шынымен осы диагноз дәлелденіп жататын болса, эпилепсияның бір түрі дейтін болса, онда міндетті түрде эпилепсияға қарсы дәрі-дәрмектер тағайындалады. Бұл дәрі-дәрмектерден ешқандай қорықпау керек. Яғни, егер сіздер дәрі-дәрмекті уақытылы бастайтын болсаңыздар, онда баланың миының дамуына сіздер кедергі келтірмейсіздер. Яғни, эпилепсиялық очагты басу арқылы, ұстаманы басу арқылы мидың дамуына сіздер үлкен көмек бересіздер. Әр эпилепсия ұстамасы кезінде мидың әрбір нейрондары өліп отырады. Яғни, баланың даму кезінде именно нерв талшықтары дамып жатқан кезде, егер жиі приступ ұстайтын болса, балада психомоторлық және сөйлеу жағынан артта қалу пайда болуы мүмкін. Кейбір жағдайда ақыл есінің кемістігіне дейін алып келуі мүмкін. Сондықтан
эпилепсияға қарсы дәрі-дәрмекті міндетті түрде дәрігердің айтуы бойынша салмағына сәйкес беріп отыру керек. Және бұл препараттарды өз бетінше отмена жасауға болмайды. Өз бетінше доғаратын болсаңыздар, онда балаға уже келесі жолы дәрі таңдау қиын болады. Бізде 20% жағдайда дәріге резистентті эпилепсияның түрлері көп кездесіп жатыр. Дәріге резистентті эпилепсияның түрлері өте қиын емделеді. Сондықтан, егер сізге эпилептолог дәрігері немесе невропатолог дәрігері жаңағыдай тырысуға қарсы дәрі-дәрмек жазатын болса, міндетті түрде дәрігердің рұқсатынсыз отмена, яғни бермей қоюға болмайды. Егер сіздің балаңызда 3 жылдан аса немесе 5 жылдан аса приступтар ұстамайтын болса, онда сіздердің балаларыңыздың басын электроэнцефалография әдісімен тексеріп, МРТ-ға түсіріп, и эпилептолог өзі бүткіл жаңағыдай баланың жағдайына қарап, эпилепсияға қарсы препаратты алып тастауы мүмкін. Және де осы жерде айтатын жайт, көп жағдайларда мысалы эпилепсиямен қосымша тағы да бір фоновый аурулар болады. Яғни ол ДЦП болуы мүмкін, гидроцефалия болуы мүмкін, немесе басқа аурумен қатар жүрген кезде көбісі реабилитациялық ем сұрайды. Егер балада эпилепсия ұстамасы болып тұрып реабилитация жасайтын болсаңыздар, ол жердегі әртүрлі физиопроцедуралар немесе басқа да жаңағыдай моторлық функцияны жақсартатын процедуралар ұстаманы өршітіп жіберуі мүмкін. Сондықтан, пока эпилепсия ұстамасы 1 жылдан аса уақыт немесе одан да көп уақыт ремиссияға түспей тұрып, сіздер реабилитациялық емді ала алмайсыздар. Енді осы мәлімет пайдалы болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, менің каналымның дамуына үлкен үлес қосып отырыңыздар. Егер балаларыңызда тырысу ұстамасы болатын болса, астына комментарияға жазып отырыңыздар, сұрақтарыңызды қойыңыздар, максимальный жауап беруге тырысатын боламын. Сіздермен бірге болған дәрігер невропатолог Ақжарқын Сейтқазықызы. Қош сау болыңыздар.